Sizler. Кеш жарық, құрметті менің оқырмандарым. Жалпы қазір менің командама, яғни SAT компаниясына тіркелген партнерларға арналған сабақ болу керек еді, бірақ өкінішке орай ол парақшаға қазір кіру мүмкіндігі болмай тұр. Қазір қыздарын жөндеп жатыр. Әзірге осы парақшаға шығып, өзімнің бар екенімді, сіздермен екенімді көрсетіп қояйын деп отырмын. Сәлеметсіздер ме? Кеш жарық. Баршаңызды жаңа жыл мерекесімен құттықтаймын. Жаңа жыл келді, жаңа жыл жақсылығымен келсін деп, жақсы бір-бірімізге тілектер лебізін айтып жатырық. Дегенмен жаңа жылдың қалай өтуі әр қайсымызға тікелей байланысты, құрметтілерім. Сондықтан әр жылы 12-де керемет бір-бірімізге тілек айтамыз. Жаңа жыл, жаңа өмір, жаңа жыл, жаңа бастама, жаңа жыл, жаңа табыстарға жетейік деп тілегімізді айтамыз. Бірақ сол қалпы еш өзгеріс, баяғы жартас сол жартас болып жатыр ма сіздерде? Олай болса, бүгінгі эфирім, жалпы мен командама осы SAT компаниясына тіркелген партнерларыма осы 2026 жылға жоспар берейін дегем. SAT компаниясының маркетингімен 10 айдың ішінде 2 миллион табысқа шығу мүмкіндігі бар инструменттер берейін дегем. Бірақ ол сабақты кейінге шегердік. Егер қазір интернетті жөндеп беретін болса, онда бастайтын боламыз. Бірақ әзірге қосылмай тұр. Сондықтан қазіргі эфирімді менің оқырмандарыма, жалпы SAT компаниясы, жалпы сетевой бизнес қолымнан келеді ма, жасай алам ба деген оймен күмәнданып жүрген адамдарға арналған эфир деп біліңіздер. Бұл кездейсоқ, случайно бұл эфир болып қалды. Өйткені жаңа айтып кеткенімдей, өзіміздің сабағымыздың орнына мен ортақ парақшаға шығып кеттім. Ал енді қараңыздар. Жалпы ай сайын каспиіңізға 1 миллион, 2 миллион ақша түсіп отса қалай? Әйгерім, Сыйым қызы бекер кірмедім ау эфирға деп жазып. Жалпы шыны керек, бүкіл өмірде болып жатқан нәрсенің барлығы бір қандай да белгі немесе ескерту деп айтып жатады ғой. Мүмкін бұл бір белгі шығар сіз үшін де. Күшті дейді. 1 миллион немесе 2 миллион. Осы 2026 жылға сіздерде нақты цель. Чудо ғой дейді. Ол чудо емес, Самзагүл ханым. Может, бір жылдың ішінде $1 миллион деген бір чудо шығар. Екінің бірінің қолынан келмейтін нәрсе шығар, бірақ ай сайын сенің каспиыңа 1 миллион, 2 миллион теңге түсіп отыру мүмкін. Енді қараңыздар, құрметтілерім. Өткенде мен инстаграмда алдымнан интересныйдан бір имам ба, білмедім, енді уағыз айтып отырған бір адамның жаңағы алдыма инстаграмда шыға келді парақшасы. И парақшаның жоғарысын, тикток, инстаграм ғой, и жоғары жағында байларды байытам деп әуре болма деген бақыр айтып тұрып жазу жазып қойыпты да. Сосын дауысын шығарып тыңдадым, не деп айтып жатыр екен деп. Сөйтсем, былай айтады да, қараңыздар, назар аударыңыздар. Бай адамдар дейді, табысты адамдар, еңбекқор адамдар, қабілетті адамдар онсыз да нәпақасын тауып, онсыз да байып жатыр дейді. Қалған, қараңыздар, қалған ақшасыз, кредитсіз
ақшасыз, қарызбен, кредитпен жүрген адамдар дейді да, оларды байытам деп әуре қылмай-ақ қой дейді. Олар онсыз да жалқау дейді. Олар енжар дейді да. Яғни пысық еңбекқорлар итак та байып жатыр, ал сен анау жалқау ақшасыз жүргендерді байытамын деп әуре болма деп айтып жатыр екен. Мен онымен мүлдем келіспеймін. Өйткені мен сат компаниясын насихаттай беруімнің, насихаттай ары қарай беретінімнің бірден бір себебі осыда. Мысалы, көп адамдар ойлайды, сетевой бизнеста табысқа тек қана бір бірегей, избранный адамдар жетеді екен. Пысық, Инстаграм подписчигі көп, ортасы көп, ақшасы бар, тамыр таныстары көп, сондай бір шустрый, сондай ушлый адамдар жетістікке жетеді деп ойлайды. Құрметтілерім, мүмкін басқа сетевой компанияларда солай шығар, бірақ сат компаниясы қарапайым біз секілді адамдарға арналған бизнес. Яғни бұл сат компаниясында басында коронасы бар, бай, блогер, звездаларға арналмаған. Бұл сат компаниясы нағыз қарапайым, бірақ табысқа жеткісі келеді, өскісі келеді, жақсы өмірді сүргісі келеді, бірақ қалай екенін түсінбей жүрген адамдарға арналған бизнес. Өйткені көп адам түсінбейді да, мысалы, басқа бір компанияға барған, дұрыс ақпарат алмаған, бір компаниялары барған, ақша салған, ол ақша салған, ол ақшасын қайтара алмаған, бір компания барған, закуп жасаған, үйінде товар толып тұр, соны қалай сататынын білмей жүр. Бір компанияға барған, жаңағы 5-6 адамды шақырат, барлығы атқа жасағаннан кейін, это не мое деп кеткен да. Яғни бизнесті түсінбейді. Жалпы өмірде, құрметтілерім, сіздерге барлығы естіліп тұр ма? Жалпы өмірде адамның жетістігінің шегі оның түсіну деңгейімен анықталады. Адамның жетістігінің шегі оның түсіну деңгейімен анықталады. Яғни адам өзінің өмірінде, бұл не деген сөз? Өзі түсінбеген нәрсеге қол жеткізе алмайды. Мысалы, барлығымызда арман бар, барлығымызда мақсатымыз бар. Үй алғымыз келеді, машина алғымыз келеді, саяхаттағымыз келеді, ай сайын 2 миллион, 3 миллион табыс тапқымыз келеді. Но оған қалай жету туралы сізде түсінік жоқ, понимание жоқ дейді. Сол үшін сат компаниясының мақсаты сол түсінбей жүрген адамдарды түсіндіру, құрметтілерім. Біздің бизнеста бір сіз түсінбейтін, бір ерекше бизнес тілінде, ана жаргон тілінде айтылған сөздер емес, қарапайым, сіз тіркелген күннен бастап қарапайым ол әрекеттерді жасау үшін, мен айтам ғой, ол әрекеттерді жасау үшін 3-ші сыныптың білімі ақ жеткілікті деймін. Сіздің бір жоғарғы білімді бітіруіңіз, сіздің бір диссертация қорғауыңыз, сіздің ақылды болуыңыз, сіздің ерекше болуыңыз, сіздің дарынды болуыңыз маңызды емес. Кез келген адам, 3-ші сыныптың білімі бар кез келген адам біздің бизнеста өсе алады. Гарантия берем, гарантия берем. Оның барлығының инструменттері бар. Яғни мен бүгінгі сабағымда командаға дәл осы тақырыпта сабағы өткізім келген. Яғни командаға адамдарды қалай тіркейміз? Оның өзінің инструменті бар. Мощный инструменті бар. Қарапайым мощный инструменті бар. Командаға адамды қалай тіркейміз? Бизнесқа адамды қалай шақырамыз? Тауарды қалай сатамыз? Яғни сіздер ол инструменттерді көрген кезде, ол инструменттерді түсінген кезде, оның оңай екенін түсінесіз. Бірақ ең бастысы соны системна, күнделікті жасауды әдетке айналдыру керек. Күнделікті. Мына мен сіздерге қазір бұл бизнеста табысқа жетудің мысалы ең қарапайым жолын айтайын. Мысалы, қазіргі таңда біздің елімізде өте қатты үлкен өзгерістер болып жатыр. 2026 жыл салыққа қатысты.
Оны барлығыңыз естіп те, біліп те жатсыздар. Мен қазір 2026 өздеріңіз Инстаграм арқылы да басқа адамдардан да естіп жатуыңыз мүмкін. Қазіргі малый бизнестің көбісі жабылып жатыр. Кәсіптің көбісі жабылып жатыр деген естіп жатқан шығарсыздар, иә? Мен енді бұл әрине бір жақсы жаңалық деп айта алмаймын, бірақ сетевиктер үшін мощный жаңалық. Өйткені жалпы сат компаниясына тіркелген партнерлар, мен сіздерге айтайын, сат компаниясына тіркелген партнер, яғни қазір көп адамдар өздері мысалы кішігірім дүкен ашып жатыр, кішігірім салон ашып жатыр, кішігірім ресторан ашып, қарапайым халық өздерінің кәсіптерін күнделікті жеп ішетін жаңағы тамағына ақша тауып жатқан жай бар еді. Қазіргі мынау салықтағы өзгеріс көп адамдардың кәсіптеріне кәдімгідей кері әсер беріп жатыр. Ал енді бұл кезде сетевой бизнестің шарықтайтын кезі деп не үшін айтамын? Өйткені ол кәсіптерде өте үлкен көп жауапкершілік, иә, бизнестерде. Логистика, тауардың бағасының қымбаттауы, заңдастыру, және осы жылдан бастап сіздер білсеңіздер, әр сатылымға шығатын тауар арнайы реестрларға енгізілу керек. Оның барлығы уақыт алады, оның барлығы құжат алады, оның барлығы әр өнімнің СГР документ дегеніміз, әр өнімнің свидетельство государственной регистрации дейді. Әр елде әр өнім сол, мысалы біз Кореядан өнімді алып келдік па, Кореяның құжаты Қазақстанға жарамайды. Кореядан келген өнімді біз Қазақстанда арнайы тексертіп, осы Қазақстанның заңына сәйкес екен тексерту, оның өзі 1 жыл уақыт алады. Одан кейін оған СГР құжат алғаннан кейін оны реестрға өңгізу керек, ол және ақша тұрады. Енді қараңыздар, кішкентай кәсібі бар кәсіпкерлер, өздерінің кішкентай ғана өз дүкендері бар, тапқан табысы ішкен жеген кредит қарызынан артылмайды. Енді ол кісілер сол дүниелермен айналысады деп ойлайсыз ба? Біріншіден уақыт, екіншіден қаржы. Және ол жерде сіздің өніміңіз ол заңға, Қазақстан Республикасының жаңағы құжаттарына сәйкес па, сәйкес емес па, ол да үлкен сұрақ үстінде. Сондықтан сат компаниясының партнерлары сіздердің жолдарыңыз болды деп ауыз толтырып айта аламын. Өйткені біз компанияның құрылтайшылары, осы компанияның Айнұр Тұрсынбаева, Дархан Бекпанов, мен, яғни бүкіл жауапкершілікті, жаңағы заңдастыру жағы болсын, логистика болсын, салық жағы болсын, реестрға енгізу жағы болсын, бүкіл жауапкершіліктің барлығын, қараңыздар, назар аударыңыздар, компания өз мойнына алады. Сіздер ары қарай дайын өздеріңіздің бизнестеріңізді ары қарай жүргізе бересіздер. Түсіндіре алдым ба? Яғни сіздерге ол жауапкершілік, яғни ол қиындық әсер етпейді. Сондықтан сөзім жоқ сіздерге дейді Алмасат. Қатып жатыр дейді. Неге сөзім жоқ? Неге қатып жатыр? Қатып жатыр ма? Қыздар жазып қойыңыздар. Сондықтан 2026 жыл сетевиктардың жылы деп жариялайын деп отырмын. Өйткені мен ойлаймын, осы кіші кәсіпте жүрген жандардың барлығы түсінетін болады да. Яғни дайын бизнесті жүргізген оларға әлде қайда тиімді екенін түсінетін болады. Қатып жатыр ма? Мен өз-өзімнен сөйлесіп жатқан жоқпын ба, құрметтілерім? Сондықтан, құрметті оқырмандар, мына жерде біршама біздің оқырмандарымызда қосылып жатыр екен. Жалпы сетевой бизнестің плюсы, оның ішінде сат компаниясының плюсы, именно сат сетевиктарының жылы плюсы не? Ол сіздер дайын бизнесқа келесіздер. Ешқандай жаңағы заңдастыру, заңға енгізілген жаңашылдыққа сіздердің ешқандай қатыстарыңыз жоқ. Оның барлығы компанияның жауапкершілігіне. Яғни 0 теңгемен компанияға тіркелесіздер.
бұл компанияға тіркелгеннен кейін сіздерде жаңағы мынандай екінші сұрақ қояды көбісі. Мына жерде көптеген сетевой бизнестен ешқандай хабары жоқ адамдарға айтқым келіп отыр. Жаңа эфирдің басына айтып кеттім ғой. Адамдардың ақшасыз, табыссыз, қарызбен өмір сүріп жатқаны олардың жалқаулығының, олардың енжарлығының салдарынан емес. Кез келген адам қанша жерден жалқау болса да, қанша жерден енжар болса да, қанша жерден негативті болса да, кез келген адам жақсы өмір сүргісі келеді. Бай өмір сүргісі келеді. Бірақ көп адамда понимание дейді ғой, орысша айтқанда, түсінік жоқ. Қалай бастарын білмейді, неден бастарын білмейді. Сондықтан біз сат компаниясының әр партнері сіздермен жұмыс жасап, тіркелген күннен бастап қарапайым әрекет. Яғни бұл бизнестағы біздегі ең басты инвестиция, мысалы, басқа кәсіпте сіздің инвестицияңыз ақша құю, басқа кәсіпте сіздің инвестицияңыз жаңағы адамдармен келісімшарт жүргізу болса, біздің компаниядағы ең басты инвестиция ол уақыт. Сіз бұл бизнесқа егер тіркелген кезде, мен бұл бизнесті ақша таппай жатырмын дейді ма, мен сұраймын. Демек сен бұл бизнесқа қажеттегідей уақыт жұмсап жатқан жоқсың. Яғни біздің бизнестағы ең басты инвестиция уақыт. Қалған әрекеттердің барлығы өте қарапайым, кез келген адамның қолынан келеді. Біз оның барлығын түсіндіреміз. Өйткені сат компаниясы ең бірінші қазақтың компаниясы, яғни барлық ақпарат, барлық маркетинг, барлық жаңағы адам шақыру, өнімді қалай сату, бизнесті қалай ұсыну, осының барлығы қарапайым қазақша тілмен айтады. Почему мен осы қазақша тіл дегенді өте астын сызып тұрып айтам? Өйткені мен мысалы 10 жылдық сетевой бизнесте жұмыс жасаған тәжірибем бар. Яғни осы уақытқа дейін мысалы 10 жыл бойы мен өзге елдің компаниясында жұмыс жасадым. Яғни мен ешқандай опытым жоқ, менің тәжірибем жоқ, сетевоймен айналыспаған құрметтілерім. Даже кейбір адамдар бар ғой, мен кішкентай кезімнен, жас кезімнен жаңағы бірдеңе сатқанмын, бизнес жасағанмын, мектепте жүрген кезде сағыз сатқанмын, мектепте жүргенде мамама көмектескенмін. Әйтеуір кішкентай кезінен еңбектенген, студент кезінен қосымша табыс тауып жүрген адамдар бар. Немесе бәленбай оқуды бітірген, 2-3 дипломы бар адамдар бар да. Мен мысалы, құрметтілер, мен үнемі айтам ғой, қазір сат компаниясының құрылтайшысымын. Менің білімім 10 жылдық Жамбыл мектебі деп айтсам, енді шынын айтайын деп отырмын да, не үшін сетевой бизнеспен айналысу керек? Оның ішінде не үшін сатпен айналысу керек? Ең бірінші, қазір оның барлығын сіздерге жеткізіп беретін боламын. Ең бірінші, сат компаниясы қазақтың компаниясы, отандық компания. Екіншіден, сат компаниясындағы өнім, яғни біз мысалы қазір халықта ақша жоқ, халық нанға ақша таппай жатыр деген заман ғой, мысалы сол заман. Мысалы сол заманда мысалы біреулер 40-50 мыңның, 80 мыңның коллагенін сатып жатады. Мысалы осындай заманда бір кісілер мысалы коктейль сатып жатады да. Ол коктейльді етке ақша таба алмай отырған адам отбасы алмайды. Ал сат компаниясының плюсы, сізде қанша жерден ақша жоқ болса да, қанша жерден кредитіңіз болса да, тісін жумай, зубный паста алмай отырған отбасы жоқ, шашын жумай, шампунь алмай отырған отбасы жоқ, шай алмай отырған отбасы жоқ. Кез келген отбасының кухнясына кіріп қалсаң, аптечка, ақша жоқ болса да біз витамин аламыз, ақша жоқ болса дәрі-дәрмек аламыз. Яғни сат компаниясындағы өнім кез келген отбасыға қажет. Яғни ыдыс жуатынның кез келген отбасыға, ауылға да, сен байсың ба, сен кедейсің ба, ақшаң бар ма, қарызың бар ма, сен по-любому ыдыс жуатын аласың, Сондықтан сат компаниясын біз ашқан кезде ең басты біз түсіндік та, яғни активация деген ұғым бар. Тіркелген кезде өнімді алу керек. Яғни ол өнімді сіздерге еріккеннен алдыртып жатқан жоқпыз. Бұл да маркетингтің бір бөлігі. Компанияға тіркелген кезде өнім алу керек па деп сұрайды да көп адамдар. Жандерім, сен өзің
компанияға тіркелдің, осы бизнеста үлкен табысқа шығамын деп мақсат қойдың, иә? Сен бұл бизнеста осы компанияның өнімдерін сатамын, сату арқылы товар оборот жасаймын деп мақсат қойдың. Енді қараңыздар, сіз сол үшін ең бірінші ол өнімді өзіңізден өткізуіңіз керексіз ғой, иә? Сіз осы саттың шампунін бірінші қолданып, шашыңызды жуғаннан кейін, шашыңыздың жібектей болғанын, шашыңыздың өсе бастағанын, шашыңыздың жалтырай бастағанын, шашыңыздың сусылдап тұрғанын көрген кезде, сіз оны халыққа шынайы, ешқандай жаңағы алдау, арбаусыз, шынайы өзіңіздің пікіріңізді білдіресіз. Сіз біздің тіс пастамызды қолданғаннан кейін, біздің кремімізді қолданғаннан кейін, оның нәтижесін көргеннен кейін сіздер адамдарға шынайы ұсынатын боласыздар да. Яғни компанияға тіркелгеннен кейін өнімді алу дегеніміз осы. Бұл компанияның, сат компаниясының артында, құрметтермен, осы компания ашылғанда айтқан болатын. Сат компаниясының артында Иван тұрған жоқ, Вася тұрған жоқ, Джон тұрған жоқ, Кеннеди тұрған жоқ. Бұл сат компаниясының артында Ардақ Айнұр Дархан деген қазақтың қыз жігіттері тұрды. Яғни қазақтың тек қана қазаққа жаны ашиды деген ұғымды естіген шығарсыздар. Яғни біздің компаниямыздағы қазіргі лидерлар, егер бір қандай да жағдай болса, бізге, яғни компанияның құрылтайшыларына тікелей шығып, Ардақ ханым, мына жер неге олай, мына жер неге сондай, Ардақ ханым, давайте былай жасайықшы деп бізге тікелей шығатындай мүмкіндігі бар. Қазақша тілде, қазақ тілде, және оны айтатын ауыз болғаннан кейін бізде еститін құлақ бар. Яғни біз өзіміз болғаннан кейін, барлығымыз бір-бірімізге етене жақын байланыста болғаннан кейін біз оны естиміз. Естігеннен кейін біздің компаниямыздың ең басты мақсаты осы партнерларымыздың үлкен табысқа шығуы. Яғни сондықтан біз ең бастысы компаниямыздағы партнерлардың пікіріне, компаниямыздың партнерларының ұсыныстарына ең бірінші құлақ асып барып әрекет етеміз, құрметтерім. Яғни сат компаниясының ерекшелігі осы. Енді қараңыздар, мен өзімді қазір былай қарасаңыздар, кеше маған Mary Kay компаниясының бір лидерімен сөйлестім. Енді ол кісі сетевиктер өзі сетевикті түсінеді да. Сол кісі айтып жатыр енді. Мақтанғаным емес, оны көп адам айтады. Ардақ ханым, мен сізге өте қатты риза болып отырмын. Сіз өте мықты екенсіз дейді да. Сіз дейді да, өзіңіздің компанияңызды ашып отырсыз. Қазақтың компаниясын ашып отырсыз дейді да. Мен бәленбай жыл осы Mary Kay'да жұмыс жасап дейді да, өзгерге жұмыс жасадық. Сол Америкаға, Далласқа барып дейді да, өзге елдің жаңағы мүддесін қорғадық. Өзге елдің, енді расымен ғой, басқа өзге елдің компаниясында жұмыс жасау деген, өзге елдің экономикасын дамыту деген сөз. Өзге елге жұмыс жасау деген сөз ғой. Когда мен осы сат компаниясы ашып жатыр, Ардақ ханым, қазақтың компаниясы ашылып жатыр, өзіміздің өндірісті дамытып жатыр деген мен қуандым дейді. Бұл өте үлкен жұмыс және өте үлкен жауапкершілік дейді. Енді қараңыздар, расымен де бұл өте үлкен жұмыс. Міне, бір жылдың ішінде біз Қазақстанның 19 қаласынан дүкен аштық. 50-ге жуық ассортимент. Жаңа Айнұрдың Инстаграм парақшасын көрдіңіздер. Айнұрға әлі айтпа десем де, ол Айнұр шыдамайды ғой, ештеңені жасыра алмайтын адам. Заводтан коллагендер пока бізге жаңағы границадан жеткенше бізге жаңағы әрқайсынан 10 штуктан самолетпен бері қарай жіберші деген кезде соны алып, шыдамай сіздерге айқайлап тұрып Инстаграм арқылы жариялап жіберіпті. Яғни қазір мощный бізде 3 өнім шығып жатқанын сіздер көріп отырсыздар, Енді қашан деп шашымызды ағартпаңыздар. Яғни Айнұр просто шыдамсызданып, уақытынан, мерзімнен тез сіздерге жаңағы жариялап қойған жайы бар. Міне тағы да бізге 3 мощный өнім қосылып отыр. Жаңа өнімдер ай сайын қосылып отқан өздеріңіз көріп отырсыздар. Енді шын керек,
20 жылдық, 30 жылдық, 50 жылдық нарықта ойып тұрып орын алған, Avon компаниясы 150 жыл жұмыс жасап жатқан компаниялар, я. Мысалы, қаншама жылдық компаниялардың, мысалы, енді 50 жылда демей-ақ қояйын, бір 10 жылда жасаған көрсеткішін сайт компаниясы, қазақтың компаниясы, қазақтың қыз жігіттері не бәрі 6 айда жасады. Не бәрі 6 айда жасады. Яғни, менің осы уақытқа дейін өзге елдің компаниясында жұмыс жасаған кезде мен сонда түсінгенім, деймін да, ең үлкен товар оборотты жасап жатқан қазақтар, ең үлкен ранг квалификацияларды жауып атқан қазақтар, ең жоғарғы рекордтарды жаңғыртып жатқан қазақтар. Осын бәріміз жасап жатырық, деймін да. Қазақтар осы результат, осы рекордты, осындай товар оборотты жасап жатырық, бірақ өзге елге, өзге елдің экономикасын дамытып жатырық қой деген ой келді. Ақыр осыны жасап жатқан қазақтар болса, неліктен өзіміздің қазақтың компаниясын ашпасқа деген ниетпен ашылған компания, құрметтілерім. Ал енді, құрметті оқырмандар, сетевой бизнеспен ешқашан айналыспаған, сетевой бизнес десе төбе шашы тік тұратын, сетевой бизнестің не екенін, сетевой бизнес деген десе сату керек, адам тіркеу керек, ақшаң болу керек деген ұғымды қалыптастырып қалған, сетевой бизнесте тек қана пысықтар, сетевой бизнесте тек қана жаңағы тілге жатып алған, Инстаграм мощный контенттер жүргізетін адамдар ғана өсе алады деген оймен жүрген оқырмандарым, мен сіздерге қазір түсіндірем. Қазір мен сіздерге соны жеткізетін боламын. Яғни мен, қараңыздар, қарапайым отбасыдан шыққан, бұл енді біразыңыз естіген шығарсыздар бұл ақпараттан. Мойынқұмнан шыққан қарапайым қазақтың қызымын. Қарапайым отбасыдан. Ел қатарлы кредиті бар деп қойыншы. 10 жылдық Жамбыл Мойынқұм аудандағы Жамбыл мектебін бітірдім. Бұны менің командам ғана біледі. Енді көбіңіз ойлайтын шығарсыздар, мен сіздерге ең бірінші осыны жеткізгім келеді. Яғни сетевой бизнесте бір супер гениальный адамдар табысқа жетеді деген ойларыңыз болса, қазір соның барлығын жоққа шығаратын боламын. Жай ғана Мойынқұмнан шыққам, 11 жылдық Жамбыл орта мектебін бітірем, білімім. Енді білесіздер, Мойынқұм ауылдағы орысша, бізде орыс сабағы да қазақша өтеді, ағылшынша сабағы да қазақша өтеді ғой. Енді ол жердегі бізде білімді білесіздер, ауылдың ағылшыны мен ауылдың орыс екен. Біздегі орыстар да немістер де қазақша сөйлейтін ауылдан шығам. Содан кейін папам мені қазір болашақ компьютерда, қазір болашақ жаңағы IT-да, компьютерді білген адамның болашағы мықты болады деп, ол 98 жылдары ғой, 98 жылдары мені алады да АСУ деген, автоматизированная система управления деген университетке түсіреді ғой. Және ол университетте еще қазақ группасы жоқ. Представляете? Мен мүлдем орысшаға шорқақ болғам. Ауылда жүрген кезде как дела, привет, что делаешь қой, енді орысшамыз осы. Өзімізше понтоваться етіп, как дела, что делаешь деген артық орысшам жоқ. Мені Қаратаудағы автоматизированная система управления деген факультеттің орыс группасына түсіреді ғой. Болашақ компьютерда деп. Ана жерге барғанда орысша как дела, что делаешь-тан артық сөз білмейтін Ардақ, ана жерде процессинговые передачи, систематизирование, патя-патя деген сөздерді мен вообще түсінбеймін да. Сонда мен ана лекцияны жазып алам, лекцияда жаңағы деканымыз, кімдер, кураторларымыз айтқанды қалай айтты солай жазып алам, да, үйге келем да, түсінбеймін вообще. Құлағымды жабамын да, ананы зубрить етем, жаттаймын.
тілім келмейді, автоматизированная система управления передач, процессинговый центр, систематизирование, сөздерді бүйтіп құлағымды жауып, жаттап, 5 жыл сол оқуды оқимын. Представляете? Мен программист болып шығуым керекпін. Яғни мамандығым менің программист, системотехник қой, я. Яғни мен соны 5 жыл, в общем, дым түсінбей, просто зубрить етіп аяқтаймын. Сонда менің 10 жылдық қана білімім бар деген сөз ғой. Енді қараңыздар, сіздердің алдарыңызда Мойынқұмнан шыққан 11 жылдық Мойынқұм ауданындағы Жамбыл орта мектебін бітірген Ардаша САП деген отандық компанияны ашып отыр. Білімсіз, былай қарасаңыздар, білімім де жоқ қой, яғни тек қана сол орта мектеп 11 жылдық білімім бар деп айтам да. Егер мен жасай алсам, значит, сіз де жасай аласыз деген сөз. Мен оны сіздерге не үшін айтып отырмын да? Мысалы, осы жерде біреуіңіздің 3 дипломыңыз бар. Біреуіңіз бәленбай жыл мұғалім болғансыз, уже тілге жаттап алғансыз. Біреуіңіз бухгалтерсіз, есеп қисапты мощныйсыз. Біреуіңіз жаңағы балалармен жұмыс жасайсыз, біреуіңіз логопедсіз, біреуіңіз жаңағы финансистсіз, біреуіңіз юристсіз. Мына жерде Мойынқұмнан шыққан 10 жылдық орта мектепті бітірген қыз сетевой бизнесті 10 жыл жұмыс жасап, 10 жылда ай сайын 50 миллион табысқа шығып, өзге елдің компаниясында рекорд жаңартып, құрметтілерім. Рекорд. Міне қазір мен сіздерге осы видеоны көрсетейін. Жаңа мен Айнұрға көрсеттім ғой. Яғни, ол компанияға мен тіркелген кезде, ол компания уже 16 жыл жұмыс жасатқан. Міне, медсестра, нағыз медсестра, біз керек қой, сіз уже білесіз терминдарды, адамның ағзасын білесіз, адамның ағзасына, денсаулығына қалай көмектесу керек екен, уже сізде бар опыт, менде дым опыт болмаған, и одан кейін мен тұрмысқа шығам, бірінен соң бірін бала туам, үйде келіндік міндет, сөйтіп жүріп, просто аламда сетевой бизнесқа келем. И сетевой бизнесқа келген кезде, қыздар, қараңыздар, мен ол компанияда 16 жыл, осы жерде біреулеріңіз айтуыңыз мүмкін, ой, біріншілер кіріп алған байып кетеді деп, 16 жыл жұмыс жасаған сетевой компанияға мен кірем. 16 жыл уже жұмыс жасап жатқан барлығы орысша, ол жерде де түсінбеймін. Автоматизация, дубликация, бірден сетевойда осындай терминдар бар. Маркетинг план деген сөздің өзі. Мысалы, ауылдан шыққан адам үшін маркетинг план деген сөз, бонус наставника, оптимизация, дубликация, систематизация, жаңағы командаңды расширять, глубинамен жұмыс жасау, контент, бірдеңе деген тілде, ондай сөздер болды. Яғни мен орыстың компаниясына, российский компанияға тіркелдім, и сол компанияға барған кезде де мен көзім бақырайды, ана сөздерді түсінбеймін. Барлығы орысша, информацияның барлығы орысша, маркетинг планы орысша, сабақтардың барлығы орысша. Сол кезде мен не істедім? Ананың орысша сөздерін жазам, одан кейін оны қазақшаға аударам. Қазақшаға аударғаннан кейін барып, мен командама, қыздар, ешқандай блогерларды тіркеген жоқпын. Командама бай адамдар тіркеген жоқпын. Мен командама өзімнің тілімде сөйлейтін, өзім секілді қарапайым қазақтың, орысша сөйлей алмайтын, ауылдан шыққан, сиыр сауып жүрген, жаңағы декретте отырған қарапайым қыздарды тіркелдім. Енді мен ол қарапайым қыздарды үйрету үшін менде білім болу керек. Ал бүкіл білімнің барлығы орысша болғандықтан мен оны орысшаны жазып алам, одан кейін оны қазақшаға аударам. Қазақшаға аударғаннан кейін өзіміздің менталитетімізге, өзіміздің тілімізге сәйкестендіріп, қазақ тілінде командама үйрете бастадым. Қарапайым тілмен. Қарапайым әрекетті, яғни жалпы сетевой бизнесте қайталау ғой. Сенің жасаған әрекетіңді қайталайды басқа адамдар. Сенің жасаған әрекетіңді қайталайды. Яғни мен егер қарапайым
кеше ғана сиыр сауып отырған, кеше ғана бала емізіп, бірінен соң бала туып, миы ашып қалған, сериал кешке дейін көріп отырған, дым жаңағы ортасы жоқ, уже елдермен араласпай еткен әйелдер келген кезде, мен оларға компания, САД, это лучшая компания из всех, инновационная система. Вот здесь у нас маркетинг-план, где есть бонус наставника, где бонус с первой линии ты выбираешь, ты работаешь, главное, на ширину, а на глубину не надо. Надо дублицировать. Дубликация бизнеса – это самое главное. Оптимизация – это плохо. Осындай тілмен сөйлейтін болсам, менің ана әйелдер менен қашып кетуші еді. Мен осы тілді, осы сабақтарды, осы маркетингті қазақшаға аудардым да, соның қазақша қарапайым жанама сөзін тауып алып, жаңа қарапайым сол тілде үйде отырған әйелдердің тілінде түсіндірдім. Яғни ол жерде мен 2 жұмыс жасадым ғой, былай қарасаң 3 жұмыс жасадым, Ал қазір САД компаниясына тіркелген әр партнерға ақпаратты дәл өзіміздің қазақша қарапайым тілде үйретіп жатыр. Сол үшін бізде рост тез. Не үшін біз компаниямыз ашылған ақпан айының бірінде ашылған ақпан айының соңында мен бұрынғы компаниямда 6 жылда жасаған товар оборотты 6 жылда жасаған көрсеткішті біз ақпан айында компания ашылды ма 1 айда жасап тастадық. 1 айда жасап тастадық. Почему? Потому что біздің бизнеста қарапайым тіл, қарапайым түсіндіру, қарапайым әрекет. Яғни қарапайым тіл, қарапайым түсіндіру, қарапайым әрекет болған кезде оны қайталау қарапайым халыққа өте оңай болады, құрметтілерім. Яғни менің бизнестағы, мына жерде басқа да сетевой компаниялардың адамдары отырған шығар, мен білем, мен қаншама мықты сетевиктармен, басқа осы Қазақстандағы мықты сетевиктармен сөйлесем ғой, сол кездегі сөздерін естіген кезде, Ардаша, вообще-то системе бизнеса надо вот это, там процессы все надо, инновация сделать, деп сөйтеді, да? Енді көбісі әрине бәленбай миллион айлық тауып жатыр, уже компанияда лидер арттарынан 50 мың, 60 мың, 100 мыңға дейін адамдарды ергізгеннен кейін, енді көбісі ойлайтын шығар, біз солай сөйлесек, біз крутой болып көрінеміз деп, да? Ал олар бір нәрсені түсінбейді ғой. Сетевой бизнесқа байлар келмейді. Сетевой бизнесқа жұлдыздар келмейді, сетевой бизнесқа блогерлар келмейді, сетевой бизнесқа қарапайым адам келеді. Қарапайым адам сетевой бизнесқа келген кезде, ана жерде басына корона киіп алып, брендке малынып, дубликация, систематизация деп отырған адамды көрген кезде ол айтады, ой, қарағым, қоя қой, мен бұлай жасай алмаймын, мен бұлай сөйлей алмаймын дейді. Ал когда ол инстаграмнан өзі секілді қарапайым қыздың, мысалы, құлақтарыңызға алтын сырға. Қазір ғана мен бір контентті сохранять еттім, қараңыздар. 2026 жыл, құрметтілерім, 2026 жыл маска шешілетін жыл деп айтылған. Мен онымен толық келісемін. Қазір мен сіздерге оқып беремін. Егер сіздер ой, мен контент жүргізе алмаймын, мен блог жүргізе алмаймын, менің үйім онша емес, менің кухням онша емес, менің посудаларым онша емес, менде жақсы локация жоқ, мен түсіретін әдемі жерім жоқ деп ойлайтын болсаңыздар, мен сіздерге мынаны айтамын, қараңыздар. Эра успешного успеха закончилась дейді. Успешный успех деп осы уақытқа дейін насихаттадық қой. Өйткені дейді, осы уақытқа дейін, кто жил на показ дейді, барлығы посыпется, яғни жоғалады дейді. Потому что фальш больше не держится. Өйткені дейді, өтірік уже әлсіреді дейді, өтірік әлсіреді дейді. Люди устали от масок, халық маскадан шаршады. Люди устали от инфо-цыган дейді, арендованными тачками, яғни тачкаларын арендовать етіп, Луи Виттонның өтірік пакетін ұстап, мен мынандай бренд кием деп өтірік. Өткенде мен де атын атап түсін істемей қояйын. Менің мобилограф айтады да,
Мә, Ардақ ханым дейді, сізде бар нәрсені түсірмес дейді. Ал мен дейді, қаншама блогерлармен түсіреміз дейді. Біз Луи Виттонның пакетін іздейміз дейді. Просто пакетін, Праданың пакетін іздейміз да, сонымен түсіреді дейді. А сізде бар, сіз оны көрсетпейсіз дейді. Қараңыздар. Сейчас считывается не глянец, а глубина дейді. Не то, как ты выглядишь, а чем ты дышишь дейді. Если внутри тебя ничего нету дейді, аудитория уже это чувствует дейді. Не лайкает, не верит, не идет дейді. Побеждает 2026 жыл. Побеждает, кто умеет быть реальным дейді. Говорить как есть дейді. 2026 жыл. Жеңіске жететін дейді да, шынайы адам дейді. Қалай бар, солай айтатын адам дейді да. Признавать провалы, өзінің провалдарын признавать ету дейді да. Яғни мен өзімнің орысша сөйлей алмайтынымды, өзімнің блатной тілде сөйлей алмайтынымды, өзімнің анандай бір бәле офер, контент, бірдеңе, сондай енді модный тілдерді сөйлей алмайтынымды мен мойындаймын. Формат работа ради галочки умрет дейді. Выживут те, кто делает не для лайков дейді, а из миссии дейді. Яғни, сейчас время прожигать через правду дейді. Ты еще стараешься казаться или начинаешь быть самим собой? Өзің бол дейді да. Яғни, көрдіңіздер ма мына, осыны айтқым келген, өтіріктің заманы қалды 2025 жылы. Фальш, маска, гламур, байлық, катер, яхта, бұл заман қалды. 2026 жыл, все, яғни, на показ өмір сүргендер осы уақытқа дейін просто біреу үшін, аудитория үшін, контент үшін өмір сүргендердің барлығы жоғалады да, потому что фальш больше не держится дейді. Адамдар өтіріктен, маскадан шаршады, өтірік жаңағы арендованный тачкаларды мініп алып жүрген бай инфо-цыгандардан шаршады дейді. Яғни сенің ішінде ештеңе болмаса дейді, уже аудитория оны сезеді, лайк та болмайды, жаңағы бармайды да, келмейді дейді да. Сондықтан құрметті команда, мен сіздерге жалпы күшті бүгін сабақ берейін деген ғой. Қарапайым әрекеттерді жасап 10 айдың ішінде. Мысалы, осы 2026 жыл 10 ай дегеніміз, январь мейлі кетті. Февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь. Қараша айына дейін 2 миллион табысқа шығудың инструментін көрсететін сабақты міндетті түрде сіздерге өткізетін боламын да. Сондықтан, яғни мен не үшін, қараңыздар, 10 жылдық мойынқұмдық орта мектептегі білімі бар Ардақ, не үшін именно сетевой бизнесті таңдады? Не үшін сіздерге сетевой бизнесті, бренд қумайтын, қиялдайтын, өзін жақсы көретін етікішті таңдадым? Потому что, құрметті оқырманым, қараңыздар, жаңа мен сіздерге эфирдің басында айтып кеттім, қазіргі именно осы салыққа байланысты, кәсіпке байланысты біраз қиындықтар орын алып жатыр, біздің мемлекетімізде. Енді қараңыздар, компания SAT. Бұл компанияның, SAT компаниясының басқа сетевой бизнестерден ерекшелігі. Ең бірінші, бұл компанияның артында Вася тұрған жоқ, Маша тұрған жоқ, Коля тұрған жоқ, Джон тұрған жоқ, түрік тұрған жоқ, американец тұрған жоқ, ағылшын тұрған жоқ, орыс тұрған жоқ. Бұл компанияның артында қазақ тұр. Және ол қазақтардың миссиясы, бұл компанияның миссиясы бір адамның ғана арманын ақиқатқа айналдыру емес, бір ұлттың арманын ақиқатқа айналдыру. Қазір әлемде болып жатқан жағдай болғандықтан, қазір бізге бірігу керек. Мейлі біздің ол билікке әсеріміз болмайтын шығар. Ең болмаса, мен айтам да, SAT компаниясы қазір, кеше мен даунлайнды қарап шықтым, 1700 адам, штатты, заводтағы адамдарды есептемегенде, штаттағы адамдарды есептемегенде, просто партнерларды есептеген кезде,
бүгінгі таңда сат компаниясы 1800-ге жуық адам біздің компаниямызда 100 мыңнан 2 миллионға дейін табыс тауып жатыр. Яғни сат компаниясы 2000-ға жуық адамды жұмыспен қамтамасыз етіп отыр. Осы 2000-ға жуық адам ИП ашқан, ИП ашып салық төлеп жатыр. Яғни біздің экономикамыздың дамуына тамшыдай болсын үлес қосып жатыр. Біздің компаниямыздың көбі, мысалы, өткенде бір лидер жазып жіберді басқа сетевой компанияның. Отандық өнім дейсіз, сіздерде Кореяның да өнімі бар, сізде Қытайдың да өнімі бар, сіздерде Түркияның да өнімі бар. Біздің компаниямыздың өнімдерінің 60% отандық өндіріс. Отандық өндіріс, соны естеріңізге салыңыздар. Яғни басым көп товар оборотты жасап жатқан өзіміздің отандық өндіріс. Елде қандай жағдай болмасын, өзіміздің отандық өндіріс болғандықтан, өзіміздің отандық өнім болғандықтан, біз оның бағасын максималды түрде сақтап қалуға, халыққа қолжетімді етуге тырысамыз. Қалған енді қараңыздар, біздің сат компаниясының ең басты миссиясы халыққа сапалы өнім ұсыну. Біз ең бірінші Қазақстаннан іздедік шампуньдарды. Бірақ біз салыстырдық Кореяның шампуньдарын, Қазақстанның шампуньдарын, Түркияның шампуньдарын салыстырдық. Яғни біздің мақсатымыз халыққа сапалы өнім ұсыну болғандықтан, енді шампуньның ең сапалысы Қытай болғандықтан біз Қытайды таңдадық. Яғни бұл Қытайдағы қазіргі әшейін каргамен өткізіп жатқан завод емес. Бұл дегеніміз Золотое яблокода 70-80 мың теңгеден тұратын премиум класстағы шампуньдарды шығаратын фабрика. Біздің шампуньдар сол жерден шығып жатыр. Яғни біздің шампуньді жуған адам өткенде Қарақат Айбелдинаның өзі айтты. Шампуньның төресі сат компаниясына дейді. Қарақат Айбелдина біздің компаниямыз ашылғаннан бері біздің шампуньді қолданып жатыр. Сол кісі енді ғана шығып халыққа айтты ғой. Потому что ол кісі әр нәрсені жарнама жасамайды. Действительно, мына 10 ай бойы біздің шампуньның нәтижесін көріп, халыққа паш етті. Шампуньның төресі сат компаниясында деді. Сондықтан енді біз отандық компания екен, отандық өнімді ғана шығарамыз деп, өзіміздің Қазақстанның өндірістері сапасыз шампунь шығарып жатса, оның сапасы біздің көңілімізден шықпай жатса, әйтеуір отандық екен деп сатпаймыз ғой сапасыз нәрсені. Біз сапаға жұмыс жасаймыз. Иншалла, біздің мақсатымыз қазір осы бүкіл шампуньдардың, мынау Корея косметикалар болсын, мына Турцияның витаминдерін болсын, осының барлығын зерттеп отырып, болашақта осының барлығын өзімізде шығару мақсат. Бірақ әзірге біз онсыз да небәрі 10 ай болған компаниямыз, 11 ай болған компанияға 60% өнімді осы өзіміздің жерден, елден шығарып жатыр дегеннің өзі, бұл өте мықты көрсеткіш. Кез келген бизнесмен, мен мықты біздің кәсіпте жүрген кісілермен сөйлесем ғой, Қуаныш Шонбай, сол кісілердің барлығы айтады. Сіздер білесіздер ме? Сіздер өте үлкен жұмыс жасап тастағансыздар дейді. Аз уақыттың ішінде дейді. Яғни бизнес мышлениясы бар адам біледі, мынандай аз уақыттың ішінде отандық кеше ғана ақпан айында ашылған компания небәрі 11 айда мынандай 50-ден астам өнім шығарып тастау және мынандай товар оборот жасау, 2000-ға жуық партнер 2 миллионға дейін табыс беру, бұл өте үлкен жұмыс, бұл рекорд. Бұл нені білдіреді? Қазақтың қолынан келетін. Яғни мына жерде, біздің компаниямыз ашылған кезде басқа компанияның сетевиктарына шықтым. Басқа компанияның сетевиктары да келді, көрді. Бірақ біздің қарнымыз ашқан бір жері, мен сол кезде нені түсіндім? Келді, зерттеді, біздің маркетингтің жомарт екенін көріп тұр. Біздің маркетинг бойынша ақшаның ана жақта көп екенін көріп тұр. Яғни біздің компанияға, мысалы мен өзімнің бұрынғы компаниямда жұмыс жасаған кезде, мысалы сол компаниямдағы біраз лидерлар келді да, өзім өсірген біраз лидерлар қалып қалды. Мен сол кезде не түсіндім?
Мен ол кезде ренжіген жоқ, мен ол кезде қайғырған жоқпын. Просто мен мынаны түсіндім да. Яғни бұл жерде екі себеп қой, екі себеп. Бұл ол адамдардың қазақ жасай алады деген сөзге күмәндануының нәтижесі ғой. Яғни олар бітті. Қазақтың компаниясы ма? Қазақтың қолына келмейді ау. Өзі қазақ ойлайды, шетел, американский, турецкий, российский, европейский компаниялар қазақтан мықты деп ойлайды да, сол жаққа кетеді, соларда жұмыс жасайды да. Бірақ біздің қазақтың компаниясы қазақ жасай алады дегенге жоғарыдан астыға қарайды ғой. Яғни бұл жерде екі себеп та, біздің компанияға келмегеннің екі себебі. Біріншіден, қазақтың компаниясы менсінбеушілік, қазақ жасай алмайды деген ой, екіншісі көре алмаушылық. Осы қанша жерден жоқ десек те, осы екі қасиет дейміз ба, қабілет дейміз ба, біздің адамдардың арасында өте көп орын алып отыр. Американский чай десе вау деп, қазақтың чайы десе у деп, өзіміз артқа тартып жатқан ол да қазақ, құрметтілерім. Ащы болса да шындық. Бірақ Аллахқа шүкір, сад компаниясы ашылады. Сад компаниясы, қазақтың компаниясы. Бұл компанияның артында Иван, Маша, Степа, Джон, Кеннеди, Мэри тұрған жоқ. Бұл компанияның артында қазақ тұр деп насихаттаған кезде Аллаға мыңда бір шүкір. Біздің компаниямыздың әлі қанша ақша беретінін білмей, бұл компанияда қандай өнім болатынын білмей, не бар екенін білмей, қандай бизнес екенін түсінбей, просто қолдарын жүрекке алып, просто қазақтың компаниясыма барамын, қазақтың өндірісіме барамын деп келген менің алтын командам отырмын. Мына біздің командамыздағы осы адамдарды прям басымды ием, және сіздерге де, құрметті оқырмандарым, просто осы кісілерге қошемет етіп қойыңыздар. Бұл кісілер ешқандай есеппен келмегендер ғой, ешқандай есеп жоқ. Бұл кісілер білсеңіздер, даже бұл жерде қандай маркетинг план екенін білген жоқ. Бұлар білсеңіздер, бұл жерде қандай өнім болатынын білген жоқ. Бұлар білсеңіздер, қанша ақша төлейтінін білген жоқ. Бұлар просто қазақ ашты ма, қазақты қолдау керек деп, қолдарын жүректеріне ұстап, мен қазақпын деп келген алтын командамның, біріншіден осы қазақтың, айтады ғой, қазақ өзін таныса әлемді бағындырады дейді. Қазақтың күші бірлікте деген ұлы сөз бар ғой. Біздің бүгінгі таңда осындай мощный жетістікке жетіп, басқа компаниялардың 10 жылда, 6 жылда жасаған результатын небәрі бірінші ай жасадық қой, ақпанда жасап, 6 айдың ішінде Турцияға барып, командамызда уже 4 қыз автобонус алып, кеше 3 қыз автобонусқа шығып жатқанның барлығы, бұл бар ғой, біріншіден, жаңа сіздер қазақты менсінбей жүрді ғой, ой, қазақтың қолынан келеді ма, қазақтың өнімі сапасыз, қазақтың компаниясы дедіңіздер ма? Бұлардың барлығы қазақ деп біріншіден жүректері соққан жандар. Ең бірінші бұл нені білдіреді? Жандерім, сол шетелдің компаниясын көтеріп жатқан қазақтар. Кез келген сетевой компанияны алыңыздар. Мәреке, Гербалайф, кеше хайвай болатқан компания қандай еді? О, боже, ана не істеп жатты ғой? Global Med. Яғни қай компания, сетевой компанияны алсаңыздар, бүкіл сетевой компаниялардың рекордын жасап жатқан қазақтар. Бірақ өзге елге. Мен сол қазақтар өзіміздің компаниямызды жасасын. Иншалла, қазақ сад компаниясының болашағы 100% зор. Компаниямыздың болашағы жарқын. Мынандай командамен, мынандай қолдаумен, мынандай өнімдермен небәрі 11 айда жасаған біздің результатымыз осы болса, құрметтілеріміз, рекордты жаңартамыз. Мен осы результатты бұрынғы компаниямда 6 жылда жасағам. Сол результатты біз небәрі 6 айда жасап тұрып
құрметтерім. Сондықтан мы лучшие. Ал құрметті оқырмандарым, қараңыздар. Қазақтың компаниясы, қазақтың өнімі, барлық ақпарат қазақ, қазақша. Сіздердің көз алдыларыңызда құрылтайшылар тұр. Айналайын, ана атын білмейтін, түрін білмейтін, көзін көрмеген президенттер бар. Ой, наш президент это дейді, бірақ оны көрмеген де, естімеген де, білмеген де. Мен өзімнің командаммен чатта отырам. Командам аудио мотивация беріп, жаңалықтармен бөлісіп отырам да. Хотя маған айтады, әй, сіз бұл компанияның құрылтайшысыз ғой, отырмаңыздар дейді. Жоқ деймін да. Мен компанияның құрылтайшы болсам да, мен ең бірінші сетевикпін. Ал сетевик деген ол адамдарға жақын болу керек. Өйткені бізде сетевиктардың, құрметлерім, сетевик ретінде дәл қазір мен сіздерге құрылтайшы, компанияның негізін қалаушы емес, дәл сіздер секілді. Өйткені мен тура сіздер жүрген жолды жүргенмін. Тура сіздер естіп жатқан отказды естігемін. Тура сіздер секілді менің де сағым сынған. Мен де, фой, что-то это не мое, у меня не получится. Мүмкін мен жасаймақ қояйын. Мен де күмәнданған, мен де қорыққан, мен де жылаған қыздар. Поэтому мен сіздердің барлықтарыңызды түсіндірем да. Бірақ сіздердің жолдарыңыз болды деп айтайын. Өйткені мен сіздерге әр сабағымда өзімнің жасамау керек деген қателіктерден сіздерді қорғап қалуға бар күшімді саламын. Жалпы айтады ғой, өмірде жетістікке жетудің 3 жолы бар дейді. Жетістікке жетудің 3 жолы бар. Бірінші жол өзіңнің тәжірибеңмен, өзіңнің опытыңмен, өзіңнің өмір жолындағы біліміңмен, өзіңнің интуицияңмен. Бірақ бұл өте қиын жолда. Өзің ғана. Яғни, өте қиын және ауыр жол. Не болды, Арука? Асығып тұрсың ба? Өте қиын, ауыр жол. Екінші жетістікке жету жолы бұл копировать ету. Дубликация деп отыр ғой, копировать ету, қайталау арқылы. Біреуді қайталау арқылы жету. Бұл жерде де, мысалы, ол сенің алдыңдағы адам қандай да бір қателіктер жасаған болса, сен оны қайталай отырып, сенің де сол қателіктерге ұрынуың әбден мүмкін. Ал үшінші жол, қыздар, құрметті оқырмандар, мен сіздерге айтып жатқан жетістік бұл не только сетевой бизнесте, жалпы өмірде. Жетістікке жетудің 3 жолы. Бірінші жол өзіңнің тәжірибеңмен. Бұл өте қиын жол. Ол жерде сені өмір үйретеді. Ал өмір өте қатты соққы береді. Өте қатты қинайды. Ал екінші жол біреудің жасаған нәрсесін қайталау, копировать ету, просто қайталау. Бірақ егер сен қайталаған адам ошибка жасаған болса, қателік жіберген болса, сен де сол қателікті жібересің деген сөз. Ал үшінші жол бұл көшбасшы табу дейді. Наставник. Бұл ең оңай, ең тез жол. Неліктен біз бірінші айда, мына ақпанда компания ашылды, бірінші айда айлыққа шықтыңыздар ғой сіздер. Бірінші айда сіздер 200, 300, 400, 700, 1 миллион айлыққа шықтыңыздар ғой. Потому что, когда сенде наставник болған кезде, наставник бірінші сені өзі қателескен жолдардан қорғайды. Екіншіден, сіз сол көшбасшыңыз тоқтаған жерден бастайсыз. Яғни, көп командамыздың тез-тез жетістікке жетуінің тағы бірден бір жолы. Біздің компаниямыздағы маркетингтің жомарттығы, өніміміздің сапалылығынан бөлек, деймін да, мен айтам да, мен командамды өзім тоқтаған жерден ары қарай үйретіп жатырмын. Әлі үйретемін да. Сондықтан, құрметтерім, мен не үшін сетевой бизнесті таңдадым, не үшін сіздерге сетевой бизнесті таңдауға кеңес берем. Ең бірінші қазақтың компаниясы, қазақша маркетинг, қазақша білім, қазақша ақпарат. Екіншіден, біздің компаниямыздың амбассадоры Айнұр Тұрсынбаева.
Айнұр Тұрсынбаева, біздің компаниямыздағы әр партнер бізде әр түрлі іс-шаралар болған кезде Айнұр Тұрсынбаевамен бір дастарханда отырып, өзінің көкейіндегі сұрағын қойып, суретке түсуіне мүмкіндік бар. Өзінің Айнұр Тұрсынбаевадан консультация, Айнұр Тұрсынбаеваның менторстволары бізге тегін. Кешегі ретритта біздің командаға қанша мыңнан төлеп кіріп жатты халық, сол ретрит біздің командамызға қолжетімді бағада берді, біздің өзінің сат компаниясына. Бұл бұл үш, төртіншісі, сат компаниясындағы өнімдер, бұл кез келген отбасыға қажет және мощный результат беретін өнімдер. Барлық өнімдер нәтиже беретін. Өйткені бұл өнімдердің барлығын қанша жыл зерттеп, елгезерден өткізіп, ең сапалысын біз халыққа ұсындық. Төртіншісі, қазіргі 2026 жылы басталған осы салыққа қатысты заңға байланысты, кәсіпкерге қатты соққы болып жатыр ғой, осы салықтың көбею деген сияқты. Қазіргі малый бизнестерға өте қиын болып жатыр. Көптеген малый бизнестер жабылып жатыр. Құрметтілерім, сат компаниясына тіркелген кезде сіздер дайын бизнес, яғни Айнұр Тұрсынбаева, Ардақ Жексенбайқызы, Дархан Бекпанов үшеуміз барлық жиған тергенімізді сатып, завод соғып, Қазақстанның 19 қаласынан дүкен ашып, 50-ден астам өнім шығарып, әр өнімімізді заңдастырып, сіздерге дайын бизнес жасап бердік. Яғни ешқандай тәуекелге бел болмай, 0 теңгемен тіркеліп, дайын бизнес. Еще бұл бизнесті ары қарай қалай жүргізу керек, қалай адам шақыру керек, қалай өнімді сату керек, қалай команданы мотивировать ету, осының барлығын біз үйретеміз. Барлығын тегін үйретеміз. Әр қайсыларыңыз мысалы қазір өмірде бизнес коучтарға ақша төлеп наставничество алып жатсыздар. Сат компаниясына тіркелген кезде сіздерге тегін наставник беріледі. Тегін наставник сізге барлығын егжей-тегжейінен түсіндіреді. Үлкен табысқа қалай жету керек, жоспар береді. Қарапайым әрекеттер береді. Не жасау керек, қалай істеу керек, сол әрекеттерді қарапайым әрекеттерді жасай отырып, бұл жерде сіздің мықты блогер, мықты контент түсіретін, мықты умный, ақылды, еңбекқор, пысық, гениальный болуыңыз міндетті емес. Кез келген адам, ең бастысы, жақсы өмір сүргім келеді. 2026 жыл мен табысты болғым келеді. Кәне, осы сат компаниясының маркетингі бойынша, осы компанияда 10 айдан кейін 1 миллион, 2 миллион табысқа шығу мүмкіндігі бар деді ғой. Кәне, маған жоспар бер деп келдің ба? Сені үйретуге дайынбыз. Бірақ ең бастысы, сен бұл бизнесқа күнделікті уақыт арнауға дайын болуың керексің. Және сол әрекеттерді жасауға дайын болуың керексің. Ал ол әрекет ешқандай ақшаны талап етпейді, ол әрекет ешқандай бір күш-жігер, жұмыс, сила воляны талап етпейді. Кез келген адамның қолынан келетін нәрсе, құрметтілерім. Сондықтан біздің бизнесте тіркеліп, ешқандай результат жасамай отырған, яғни тіркелді, ешқандай результат жоқ па ол адамда? Екі-ақ себеп бар. Біріншісі, ол түсінген жоқ. У него нету понимания, как делать, что делать. Екіншісі, ол не үшін жасау керек екенін білмейді. Яғни, сен балаларыңмен келесі жылдан бастап, ай сайын болмаса, жылына 2-3 рет Қара теңізге барып, шетелге саяхаттап, балаңа қалаған ойыншығын, қалаған киімін, қалаған телефонын алып беріп, қалаған тамағын алып беретіндей, жақсы үйде, кең үйде тұратындай болашақ сыйлағың келсе, онда кел. Яғни ол үшін ешкімнің ала-жібін аттамайсың, заңды, дайын, ешқандай тәуекелге бел болмай, ақшаңызды салмай, үлкен бизнес жасап, жақсы, дайын бизнес қой. Яғни мен не үшін сетевой бизнес деп қылқылдаймын. Не үшін мен бұл компанияға жабысып алдым. Және насихаттаймын, насихаттауды тоқтамаймын. Ардақ ханым, сіз неге шырылдап жүрсіз дейді. Қалай шырылдамаймын? Қаншама адам қарызбен, кредитпен өмір сүріп жатыр. Жоқшылықта жүр, үйсіз, күйсіз жүр. Сол адамдарға жетсе екен, сол адамдар осыны естісе екен, көрсе екен, дайын бизнес, сенің қандай отбасыдан байсың ба, кедейсің ба, мықтысың ба, әлсізсің ба, маңызды емес, кез келгеніңіздің қолыңыздан келетін кәсіп бар екенін жеткізгім келеді. Ең бастысы жасау керек, құрметті оқырман, құрметті команда. Сондықтан бұл жерде расымен де ешқандай
ақша салмайсыз, ешкімнің ала жүгін аттамайсыз, ешқандай салым жоқ, просто уақытыңды, энергияңды осы бизнесқа бір қажетті мөлшерде күніне бір 3-4 сағат осы бизнесқа арнай отырып, осы 2026 жылдың күз айында уже стабильно сүйретіліп жұмыс жасаған күннің өзінде 1 миллион доходқа шығуға әрқайсыларыңыздың мүмкіндіктеріңіз бар. Міне осы жерде отыр ғой, 2 миллион 700 мың, 400 мың. Мысалы, менің бұрынғы компаниямда 8 жыл жұмыс жасап, 8 жыл, nerede Мадина отыр, Нұргүл отыр, 8 жыл жұмыс жасап, 200-300 мыңнан артық таппаған қыздарым міне қазір 1 миллионнан жоғары табыс тауып отыр. Ол нені білдіреді? Біздің компанияның маркетингінің жомарттығын, бұл жерде жетістікке жету үшін сіздің 10 жыл күтудің қажет емес, 5 жыл даже күтудің қажет емес. Құрметтілерім, мен айтамын ғой, 1 жыл бойы мынау қарапайым әрекеттерді жаса деймші. Қарапайым әрекетші, оны айтқым кеп тұр да, просто мен қазір айтқым келмей, айтпаймын. Неліктен? Өйткені бұл жақта басқа сетевой компаниялардың партнерлары отыр. Мен бұл инструменттерді тек қана өзімнің командама тіркелген партнерларыма айтқым келеді да. Яғни, ол қарапайым, ол әрекеттерді барлығыңыз білесіздер. Бірақ, как всегда, Ардаша мынандай әрекетті қарапайым қылып жасап берген ғой, система құрып берген. Яғни, осы әрекеттерді жасай отырып, самый главный, 1 жыл, қыздар, 1 жыл, міне командам отыр ғой, 1 жыл жасаңыздаршы. Бет, 1 жыл күтуіміз керек па дейді. 1 жыл емес, сен 10 жыл болды ғой кредит төлеп отырғаныңа. 1 жыл емес, сен 10 жыл болды ғой, анау 2 бөлмелі пәтерде бала шағаңмен жабысып отырғаныңа. Спальный қайсысы, балаңның бөлмесі қайсысы екенін білмейсің. 1 жыл емес, 10 жыл болды ғой, сенің әлі шетелге шықпағаныңа. Неужели сенің 1 жыл шыдамың жетпейді? 1 жыл, прям фокус қойыңыздар. Ашейін бос сөзді қойыңыздар. Ойбай, 2026 жылы новая жизнь, новая мотивация деген артық бос сөзді қойыңыздар да просто іске асыру керек, қыздар. Сіздер білмейсіздер, сіздердің қазіргі мейлі сіз Инстаграм қарауға уақытыңыз болмай қалатын шығар, подружкаларыңызбен бильярд ойнауға, подружкаларыңызбен караоке айтуға, подружкаларыңызбен өсек айтуға, тойға баруға, құдағиларыңызбен кездесуге сіздерде уақыт болмай қалу мүмкін ғой. Ертең сіз сол подружкаларыңызға 1 жыл шыдаңызшы. Мағам айтады ғой, Ардақ ханым, сіз супер анасыз, супер әйелсіз, жаңағы 4 балаңыз бар, жан жарыңыз бар, еще кәсібіңіз бар, ана жақта да, кухняда, мына жақта да барлығына қалай үлгересің дейді да. Құрметтілерім, үлгермеймін. Ол біз робот емеспіз ғой, біз пендеміз. Ол мүмкін емес. Просто приоритет деген орыстарда мынандай сөз бар да, таңдау керек да. Мен өзім таңдау бердім өзім. 1 жыл дедім. Мен бұл бизнесқа келмейінше, менің балаларым, ойбай, таэквондо, маэквондо, анау курс, мынау курс, түрлі секция, түрлі балаларыммен бірге Шымкентке таэквондо спорт бойынша анайға сүйретіп жүретін. И, естественно, мен балаларым 5-ке оқыды, жаңағы бет күстары сондай күшті болып жүрді. И мен түсіндім, бірақ ақша жоқ. Бірақ кредит бар, просто қарыз бар. Баламмен бірге бір дүкенге кірген кезде, әсіресе меломанға случайно кіріп кетсек, балам бір 15 мыңның камазын ұстап жылаған кезде, 15 мыңға мен оған камаз алып беруге мүмкіндігім болмаған кезде, мен хватит дедім. Балаларымнан отличник жасамай-ақ қояйын дедім. Супер-пупер келін болмай-ақ қояйын дедім. Супер-пупер әйел болмақ қойын, но мен ақша табуым керекпін. Бүкіл фокусымды, қыздар, айтайын, сіздер ойламаңыздар, анағанды үлгереді, мынаған үлгереді, бәрі супер-пупер деп ойламаңыздар. Балаларым далада қалған жоқ, аш емес, бір тамақты таңертеңнен кешке дейін жеді. Хотя бұрын завтрак бір бөлек, обед бір бөлек, ужин бір бөлек, ортасында перекус, десерт жасап жүрген Ардақ, бір тамақ істеймін да, ужинда осыны істейсіздер. Но мен ақша табуым керек. Сондықтан өздеріңіз таңдау жасаңыздар, құрметтілерім. Егер сіздің целіңіз балаңыздан мощный жаңағы инвестиция балаңызға құйып, балаңызды оқытып, соны білімді, соны профессор, соны мынандай қылып, пожалуйста,
пожалуйста, балаңыздың қызығын көресіз. Но сіз өзім состояться еткім келеді. Мен табыс тапқым келеді. Мен жетістікке жеткім келеді. Мен бала шағамды өзімнің ақшаммен саяхатқа апарғым келеді десеңіз, онда пожалуйста. Енді ащы болса да, шындық, қалжың болса да, анекдот болса да, Дейл Карнегидің «Как завоевывать друзей» деген кітабын оқыдым. Қорытынды ретінде айтып жіберейін осыны, иә. Дейл Карнегиға бір әйел келіпті да, мен баламды дейді да, бағып, қағып, дейді да, түрлі оқу, курстарға апарып, түрлі репетитор жаңағы жалдап, бүкіл өмірімді балама арнап, дейді да, Дейл Карнегиға келіп шағымданып отыр екен. 11 жыл тоқытып, өзімді ұмытып, бүкіл баламның жағдайын жасап, балам шетелге кетіп қалды. Шетелге кеткеніне 1 жыл болды. Бір жауап жоқ. Мен қаншама хат жазам, қаншама хат жазсам, ешқандай кері маған байланыс жоқ деп жылап келген екен да. Сол кезде Дейл Карнеги айтқан екен: сен былай жаса депті, қазір хат жазасың депті. Кән ручка мен қаламыңды ал депті. Ручка мен қаламын алған, сосын бүйтіп айтқан ғой. Хаттың басына: балам Алекс деп қойшы, балам Алекс, міне саған $50. Бұл $50 қайда жаратқың келсе де өзің білесің. Деп жазасын деген, тура солай жазған. Сосын: сенің қалың қалай, сабағың қалай, барлығы жақсы ма, денсаулығың қалай, қарның тоқ па, қай жерде тұрып атсың, достарың бар ма, та деп жазасың да, енді осыны жібер, бірақ $50 салма деген екен ғой. Жаңа хатты жіберген кезде дереу екінші күні хат келген ғой. Мама, менде барлығы жақсы, қазір общежитиеде тұрып атырмын, қарным тоқ, қасымда достарым бар, барлығы жақсы, бірақ сен салып жіберген $50 хаттың ішінде шықпаған екен деп дереу жазып жіберген дейді да, яғни барлығы ақшаға келіп тұр ғой. Енді бұл жерде бір қалжың ретінде айтып отыр, бірақ все равно доля правды есть, құрметтерім. Сондықтан 2026 жылды табысты, бақуатты өткізгіңіз келсе, адам өлімнен қорқпау керек дейді да, адам мағынасыз өмірден қорқу керек дейді да. Адам өлімнен қорқпасын, адам мағынасыз өмірден қорқсын дейді. Сіздер егер осы 2026 жыл бір мағыналы өткізгіңіз келсе, сатқа тіркеліңіздерші. Біздің біздің чаттарымызда жанып жатқан ақпарат, біздің осы жылы болатын жаңалықтарымыз, компаниямыздың 1 жылдығын біз енді әлемдік деңгейде болмаған шоуларды өткізейік деп отыр, құрметтілерім. Және қарапайым қазақтың келіншектерін сол бүкіл халықтың алдында сахнаға шығарып марапаттайық деп отырық. Одан бөлек қаншама жобамыз болады, Турцияға жолдамамыз, шетелге жолдамамыз, қаншама сабақтар, қаншама тренингтар, қаншама мықты коучтарды жалдап жатырық. Арнайы жоспармен осы командамызға сабақ берсін деп. Сондықтан осы сат әлеміне еніп, бізбен бірге өміріңізді мағыналы әрі табысты өткізгіңіз келсе, бізбен бірге болыңыздар. Сат компаниясының партнерларымын Қазақстан бойынша бар, кез келген сауатты, өзіңіздің жүрегіңіз қалаған. Кеше маған біреу жазып жіберіпті: Ардақ ханым, ана кісі мені шақырып жатыр, мына кісі мені шақырып жатыр, қайсысына барарымды білмей отырмын, қайсысын кеңес бересіз деп жазып жіберіпті. Мен айттым: қайсысы сіздің жүрегіңіз қалап тұр, сөйлесіп көріңіз телефонмен. Өзі жүректің өзі белгі береді ғой. Сіздің менің адамым осы десеңіз, өйткені ол адаммен сіз ертең күйеуіңізден көп сөйлесесін боласыз. Ол адаммен сіз ертең мамаңыздан, туыстарыңыздан көп сөйлесесін боласыз да. Сондықтан сізбен ол адаммен күнделікті сөйлесу приятно болатын өзіңіздің жаныңызға жақын адамды таңдап, біздің әлемге қош келдіңіз, құрметтерім. Сау саламат болыңыздар.